Баршаға сәлем. Магистратураның ағылшын тілі пәні бойынша келесі нұсқаны, үшінші нұсқаны талдайтын боламыз. 17-ші сұрақ. Sun rises in east, яғни бұл жерде артиклді дұрыс қоюымыз керек. Яғни күннің алдына біз планетаның алдына Z қоямыз. Сонда the sun rises in the east болады. Келесі. Күн яғни шығыстан шығады, жарқырайды шығады. She learned a few phrases in German if she plans to work in Frankfurt. Яғни she should learn. Яғни ол неміс тілінен көптеген фразалар үйрену керек, егер ол Франкфуртте жұмыс істеуге жоспарлап жатса дейді. Яғни should деген ол ақыл айтқанда, кеңес айтқанда қолданылады. Оған жаңа фразалар үйренген дұрысырақ болады, егер ол жұмыс істейтін болса деп айтып тұр. Next. Sofia is capital of Bulgaria дейді. Sofia is the capital of Bulgaria. Яғни Болгария мемлекетінің алдына біз артиклді қоймаймыз. Би жауабы дұрыс. Next, people sometimes watch films that they are not interested at all. Әрқашан interested бізде қай предлогпен жүреді? Ол of емес, out емес, in деген предлогпен жүреді. They are not interested in at all. 21. This time tomorrow we drinking coffee in Rome. Яғни осы уақытта ертең біз Римде кофе ішіп отырамыз. Демек бұл this time деген ол бізде future continuous'тың жаңағы сөзі, яғни future continuous'те қолданылатын істеу десе де болады. Осы тура осы уақытта ертең деп айтып тұр. Демек бұл бізде future continuous. Tomorrow we will be drinking болады. Формула бойынша to be мен етістіктің ing жалғанады. Next, 22. If you busy, I will leave you alone. Бұл бізде conditional, яғни first conditional сөйлемге жатады. Егер сенің қолың бос болса, сені жалғыз тастап кетемін өзіңді дейді. If you are busy, яғни first conditional present simple plus will жүреді. Present simple бізде are. If you are busy, I will leave you alone деген варианты дұрыс. Next, we try to go away from the city. Weekends and holidays. We try to go away from the city at weekends. Weekend деген выходные, обязательно оның алдына at қоямыз. At weekends and on holidays. Демалыс күндері, мереке күндері. Си жауабы дұрыс. Next. We write and say қалай айтамыз? 0,375 дегенді as not, яғни 0, not point 375. Яғни міне А жауабы дұрыс болады. Not point деген точка 375. Next, 25. Is it made of? Яғни неден жасалған деген сұрақ мұнау. Неден жасалған? Where деп айтпаймыз, whose кімнің келмейді, which қайсынан жасалған демейміз. Яғни what is it made of? Бұл неден жасалған зат деп сұраған кезде осыны қолданамыз. Next, 26. Please, Jane, we are getting late. Өтінем, Джейн, біз кешігіп бара жатырмыз. Яғни жылдамырақ бол, тезірек бол деп айтып тұр. Ол жерде біз ағылшын тілінде жылдамдатшы деп hurry up деп айтамыз. Please, hurry up, Jane. We are getting late. Next, 27. She in a small village in the south of Spain. Яғни, ол Испанияның оңтүстігіндегі кішірек ауылда туылған, дүниеге келген деген ол бізде she has born деп айтпаймыз. Она родилась деп, туылды деп she was born деп айтамыз. Мысалға, мен туылдым десек I was born. Сол сияқты she was born деп айтамыз. Next, 28.
his hometown is after the war. Ол өзінің үйін таныды. Яғни бізде he recognized his hometown, it had been built, яғни ол соғыстан кейін құрылған деп айтып тұр, иә. Бұл жерде he was recognized келмейді, би жауабы. He didn't recognize, ол да келмейді. He recognizes, бұл осы шақ болып кетеді, демек бізде бұл а жауабы келеді. He recognized his home, it had been built after the war. Next, 29. It's to learn a foreign language in the country where it's spoken. Яғни шет тілін үйрену оңай, иә. Сол жердегі сөйлеп жүрген, айтылып жүрген, сөйлеп жүрген тіл бойынша үйрену оңай деп тұр. Сондықтан ол бізде it is so easy as болмайды. It is a lot easier to learn foreign language. Яғни си жауабы болады. Оңайырақ деп айтып тұр, иә, шет тілін үйрену. Next, 30. It to reduce expenses by 10%. Яғни it have decided деп айтпаймыз, келмейді. It has been decided. It decide болмайды. It don't decide деген сөйлем келмейді мүлдем, демек бұл бізде би жауабы келіп тұр. It has been decided to reduce expenses by 10%. Next, 31. This church was built. Мынау, яғни церковь құрылған дейді, иә? Қашан құрылған? 300 жыл бұрын, 30 years ago, немесе in 30 years, 300 жылдан кейін, for 30 years деп айтпаймыз. Since деп айтпаймыз, себебі мынау бізде берілген сөйлемнің өзі passive voice болып тұр, иә? This church was built 30 years ago. Міне, 300 жыл бұрын құрылған деп айтып тұр. Кім құрғанын айтып тұрған жоқ, тек осы жыл бұрын құрылған passive voice пен айтылып тұр сөйлем. Next, 32. Kazakh people use it to eat бешбармақ with the 5 fingers. Yeah? Қазақтар бешбармақты 5 саусақпен жейді. Яғни сөйлемге келмейді, in, from келмейді. Бізде with деген ол мен, бен деген предлог, иә, аударғанда. Next, 33. Both sides seem on to their determination a peaceful solution, don't they, дейді. Both sides seem to be holding on to their determination to find a peaceful solution. Демек бұл бізде би жауабы келіп тұр. Next, imperative mood. Imperative mood дегеніміз ол бұйрық райы, қазақша айтқанда бұйрық сөйлейтін сөйлем. All the stories were interesting. Бұл баяндап тұр, яғни барлық әңгімелер қызықты болған деп. Next, don't do that. Олай істеме дейді. It's necessary to finish. Яғни мынаны бітіру қажет. What a nice day. Не деген тамаша күн. Бұл хабарлы сөйлем болып тұр. Демек, imperative mood ол бізде don't do that. Олай жасама деп бұйырып айтып тұрған сөйлемді imperative mood деп айтамыз. So, we have finished this test, the third variant. Okay, goodbye.